Құрметлерім, әрі қарай дәрісімізді жалғастыратын боламыз. Енді сабақтың ең негізгі өзегіне де келіп жетіп қалдық. Яғни, жаңағы искаженное восприятие деген тақырыпты мен сіздерге қозғаған себебім, көп жағдайда біздің жаңағы шындық деп жылап жүргеніміз, өмірде мән беріп жүргеніміз, шын мәнінде шындықта болмауы мүмкін да. Өйткені біз өзіміздің восприятиеміз арқылы өмірді көреміз. Біз өмірді таза қалпында көре алмаймыз. Өмірді айна қатесіз қалпында сезіне алмаймыз. Біз всегда өзіміздің восприятиемізбен бағалай бастаймыз. И өмірді жаңағы пятый измерениеге өту үшін не істеуіміз керек деген сіздерде заңды сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені өмірде кайфпен ақшаңды тауып, күліп ойнап, баланспен өмір сүріп, ішкі гармонияда болу үшін не істеуіміз керек? Мен сіздерге бұрында да прямой эфирлерде болсын, океан внутри, океан снаружи деген сөзді үнемі қозғаймын да, сол сөзді үнемі пайдаланамын. Неліктен? Өйткені біздің ішімізде шексіз океан бар да. И біздің өмірде қалауымызды жылдам алуымыз үшін, осы өмірде гармониямен өмір сүру үшін бүкіл жаңағы дзен деп айтады, или болмаса жаңағы әлемдегі ең духовный ілімнің негізіне жеткен, просветленный, пробужденный адамдар қалай өмір сүреді десеңіздер, олардың ішкі тыныштығы бұзылмаған қалпында. Олардың ішкі тыныштығын бұзу мүмкін емес. Ішіндегі океан буырқанбайды, іштегі океан жаңағы толқындарын лақтырмайды, ішінде мызғымас тыныштық тұрады. Сол тыныштыққа келген кезінде, яғни оларды кәлядан шығару, бір нәрсеге алып кету, болмайтын нәрселермен жүйкесін шығарту мүмкін емес. Сіздің жалпы осы соңғы кезде мен қаншама духовный адамдармен кездестім, сол кезде ол адамдардың бәрінің почти айтатын сөзі мені ренжіту мүмкін емес, мені ашуландыру мүмкін емес деген сөзді олар үнемі қолданады. Бастапқыда мен осы сөзге кәдімгідей мән беріп жүрдім. Расымен де олардың бір кәлядан шығуы, ашулануы мүмкін емес. Өйткені бүкіл эмоциясы, бүкіл состояниесі өзінің қолында. Яғни ол адамдарды сенің мысалға қараш, сенің ішкі состояниең өзіңнің қолыңда болмаса, сенен бақытсыз адам жоқ та. Любой адам, сен сырттағы адам, ішіңдегі толқынды бұзып кете береді. Ішіңде хаос бола береді. Ішіңде дауыл орнай береді. Сырттағы біреу саған бір сөз айтса да, ішіңде уже буырқанған, кәдімгідей сезімдер көтеріліп кете береді. Сол сезімдерді басқару үшін жалпы ішіңде тыныштық болған кезде ғана сен пятый измерениеге өте аласың. Сол тыныштыққа жету үшін не істеуіміз керек деген. Әселік жазғаш, чувствовать чувствительность деген тақырыпты келесі жолы айтатын болам. Қазір ұмытып қалмай есіме түсіріп отырмын. Сіздер байқасаңыздар, кстати, мен сабақты өткізген кезде ешқандай қағазға қарамаймын. Потоки қандай мысльдар келеді, қандай ойлар келеді, мен соларды просто ағызып айта бастаймын. Енді алдымен бірінші біз өзіміздің ойымызды қадағалауымызға, наблюдать етуімізге тура келеді. Мәселенің барлығы ойдан басталады. Қазір мен сіздерге ой, чувство, тело барлығын айтатын болам ретретімен. Алдымен біз өзіміздің ойымызға терең мән берейік. Өйткені жаңағы искаженный восприятиең, егер сенің разумың нездоровый болатын болса, онда сенің ойларың да нездоровый деген сөз. Өйткені сендегі фабрика істен шыққан, ол дұрыс емес ойларды үнемі өмірге әкелуде. Адамның басына жалпы күнделікті 70 мың ой келеді дейді. И оянбаған адамдардың сол 70 мың ойдың 85% негативный ойлар болатын болса, 95% автоматтандырылған ойлар дейді. Яғни сен кеше не ойладың, бүгін автомат түрде сен соны ойлайсың. Жаңа дүниені ойламайсың. И Құдай тек қана жаңада. Бұл жайлы сіздерге айтатын болам. Здесь и сейчас өткен кезде. Пока біз өзіміздің ойымызды бақылауымыз керек. Осыдан 5-6 жыл бұрын мен қазақы қоғамға шығып дәрістерімді өткізе бастаған кезде наблюдать, бақылаушыға айнал деген сөзді айта бастадым. И оны түсінген де адамдар бар, түсінбеген де адамдар бар. Яғни мен өзімді ақырындап бақылай бастадым. Есімде қатты бақылап бастаған кезімде менің ойларым 24 сағат мысалға таңертеңнен енді көзім ашық кезінде ұйықтауға кеткенге дейінгі ойларымды мен кәдімгідей сараптап
қарай бастадым. Ол үшін міне қазір мен дыхание и өзімнің не ойлап отырмын деген сұрақты үздіксіз қойдым. И басында мен байқағаным, әлі есімде, осыдан бір 15 жыл бұрын мен всегда басымда тұман тұратын. Анау ясный разум дейді ғой, анық ақыл дейді, Абай айтады. Яғни ақылым анық емес. Нем әйтеуір бір тұманның ішінде жүргенде, өйткені өзімнің ойларымның не болып жатқанын өзім білмеймін. Басымда не болып жатқанын өзім білмеймін. Как будто хаос ішімде. Сол кезеңдерде кәдімгідей бір миым контакт етпейтіндей бүйтіп, ай деп басым ауырып кететін, жаңағы татыш қайталап айтшы деп түсіне алмайтындығым айналамда болып жатқан. Өйткені концентрация, зейін деген қатты жоғалтып алғанымды ұқтым. Кейін енді ол 10-15 жыл бұрынғы дүниені айтып отырмын сіздерге. Кейін осы мен өзімнің ойларымды зерттеп кәдімгідей қарай бастадым. Не ойлаймын мен осы ұйқыдан тұрғаннан ұйқыға кеткенге дейін. И есімде біріншіден түсінгенім, мен вообще ойларымды білмейтінімді байқадым. Мүлдем. Бір рет маған бір әйел жазыпты, мен сіздің сабағыңызға қатыстым, мен вообще ойланбаймын деп. Мүмкін емес адамның ойланбауы. Адамның басына 70 000 ой келетін бүкіл ғалымдар дәлелдеп тастаған. Просто ол кісі өзінің ойларын көру қабілеті жоқ деген сөз. Яғни ол өзінің не ойлап отырғанын білмейді деген сөз. Мен сіздерге қазір көрсету үшін түсіндіретін боламын, қалай өз ойларыңды көре бастайсың. Оймен ояну деген сөз, мынау сенің, біз өзімізді ойымызды ойлап қағамыз, сол ойдың ішінде өмір сүреміз. Ояну деген оймен екі ортада кеңістіктің пайда болу. Сен бақылап отырып өз ойларыңды көре бастау, неден тұратынын. Сол моменттерде мен бақылай бастаған кезімде қарасам, таңертең ұйқыдан тұра салысымен кәдімгідей мен үнемі ақшаны ойлайды екенмін. 24 сағат ақшаны ойлаған кезде жақсы қуанышпен ойламаймын, естественно, уайымдап ойлаймын. Кәдімгідей, мә енді қайттым, енді ақша таппай қалам ба, Каспий Голдыма ақша түсті ма, Құдайым-ай ақша түсе ма, ай деген сияқты тыжбалақтаған ақшаның төңірегіндегі в основном ақшаға байланысты уайымнан тұратын түсіндім ойларым. Одан кейінгі ойларым менің тағы да қарасам қорқыныштан тұратын түсіндім, яғни балаларымды уайымдай беру. Как будто оларға қазір бір нәрсе болып қалғандай, ойым сумаңа жетіп келеді. И ойдың өзінің жалпы есіңізде болсын, қасында эмоция жүреді. Ой жалғыз жүрмейді. Сіз оны Джо Диспенза химия деп атайды. Яғни сен басыңа мысалға қазір соғыс болады десе, автоматом телаң соған байланысты вздрагивать етеді. Қазір бір жамандық болады десең, телаңда сол химияны сен өзіңе өзің салдың деген сөз. И автоматом телаң қорқып кетеді. Кәдімгі дірілдеп кетеді. Өйткені ол сенің телаң жалпы, сенің ішкі жан дүниең ол саған полезно ма, не полезно ма, оны аңдамайды. Ол соны сенің автоматта тұрған нәрсені сезіне береді. И содан кейін қарасам, қорқыныштардан тұрады екен. И содан кейін қажетсіз ел жұртты обсуждать етуден тұрады екен. Яғни менің ойларым анау анандай, мынау маған бүйткен, мынау анандай, бүкіл адамдар, танитын адамдарымды менің ойым ар жақта тұрып обсуждать ете береді екен. Яғни бағалай береді, үнемі. Содан кейін тағы бір байқағаным, ойым үнемі жаңағы осы сабақтарда не айтам деген, мынандай нәрсе айтсам болады, ондай нәрсе, ол миымда ол қалып жатыр ма, қалмай жатыр ма, әйтеуір каша, миым вообще бос емес. Үнемі миым бос емес болғандықтан ой мені алып кете беретін екен. Сондықтан адамды ой алып кеткен кезде қалай болады? Мысалға, сіз басынан адамдардың көпшілігі выпадение из реальности деп аталады, яғни осы сәтте отырмайды. Адам бір ойды ойлады ма, соның ішіне кіретті, сол жерде ұзақ уақыт ойланып тұрып қалған даже өзі білмейді. Қазіргі адамдардан көпшілігінде, ойларын басқармайтын адамдарда, сіздер байқасаңыздар, көздері кәдімгі бүйтіп ойланып бір нүктеге қадалып қалады. Сенімен сөйлесіп отырады да, әрі қарай өзінің ойының ішіне кіріп кеткен байқайсың. Көз саған қадалып, әрі қарай бір көзінде стекло пайда болды, уже ойдың ішіне кіріп кетті деген сөз. Адам саған бүкіл зейінін, вниманиясын беріп отырған жоқ. Мен ең осы сабақта түсіндіретін дүнием, олар ене концентрация, внимание, назар болады. Өйткені біздің назарымыз өзімізде емес. Біздің назарымыз күнделікті проблеманың ішінде, яғни біздің назарымыз күнделікті қорқыныштың ішінде, уайымның ішінде, мен бейшарамын деген, яғни солардың бәрінің ішіне кіріп кетеміз, соларды азаннан кешке шейін өзіміздің ойымызбен не істейміз, крутить ете бастаймыз. Яғни оларды әр қарай шегіне жетіп ойлана бастаймыз.
енді представьте сізге, ол адам не ойлайды, сол өмірді тартады дейді. Ал егер сіздің сол ойыңыз сізге зияны бар болатын болса, сізге ешқандай пайдасы, наоборот, сіздің өміріңізді одан әрі бақытсыздыққа, одан әрі қарызға, одан әрі қиындыққа шақыратын болса, нахрена об этом думать, да? Нахрена об этом крутить әрі қарай өзің басыңда, егер саған ол ойдың ешқандай денсаулығыңа болсын, или болмаса өмір сүруіңе ешқандай пайдасы жоқ болатын болса. Сондықтан біз ең алғашқы жұмысты әрине оймен бастайтын боламыз. Джон Кеханың сөзі бар, өзіңіздің ішкі садыңызды тазалаңыз деген. Ішкі жан дүниеңіздегі сатты тазалау үшін бірінші ойдағы арам шөптерден бастауға тура келеді. Қалай тазалаймыз деп сіздерде орынды сұрақ туындауы мүмкін, өйткені солай туындау керек. Бірінші өзіңізге үнемі сұрақ қойыңыз. Мен не ойлап отырмын? Мен не ойлап отырмын деген сұрақты айтпақшы, кстати, ойыма байланыс айта кетейін. Біреуі жаңағы қорқыныш дедім, біреуі жаңағы ақшаны уайымдау десем, үшінші, төртінші ма менің ойларымның басым бөлігі мен қалай болып тұрмын деген. Мен күш сөйлеп тұрмын ба, мен онша болып тұрған жоқ сияқтымын, мен әдемі емес сияқтымын. Любой нәрсені мысалға, даже осы сабақ өткізіп жатсам, менің ар жақтағы ойларым, мен күш сөйлеп жатқан жоқ сияқтымын, мен сабақ дұрыс айтып жатқан жоқ сияқтымын. Үнемі мені өз ойларым кері қарай тартып, аяғымнан тұсаулай бастайды. Или бір жерлерде выступать етсем, мен күш сөйлеп жатқан сияқтымын. Прямойға шықсам, мен дұрыс айтып жатқан жоқ сияқтымын. Үнемі өзіңе күмән мен күдікті туындыра бастайды. Яғни өзің ойлар, мен әдемі емес сияқтымын, мен қартайып бара жатқан сияқтымын, мен онша емес сияқтымын деген дауыстар сенің ішіңде кәдімгідей жан жақтан жеп жатыр да, ішіңе 1045 дауыс. Сондықтан өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Мен не ойлап отырмын деген кезде сіз автомат түрде уже сеуіп кетіп бара жатқан жыланның ар жақ құйрығынан ұстап үлгересіз. Мен не ойлап отырмын деген кезде осы сұрақ сізді үлкен осознанностьқа алып келеді. Мен не ойлап отырмын? Міне, о чем я думаю? И күніне ол сұрақты қажет болатын болса, бастапқы кезде миллион рет қойсаңыз да болады. Тоқтаңыз и өзіңіздің ойыңызды бақылай бастаңыз. Мен не ойлап отырмын? Мен не ойлап отырмын? Мен не ойлап отырмын? И осы сіздің оянуыңызға ықпал ететін бірінші фактор осы. Сол сұрақты қойған кезде, мен не ойлап отырмын деген кезде, егер ол ойдың сізге ешқандай пайдасы жоқ болатын болса, егер ол ой сізге негативный ой болатын болса, егер ол ой сіздің өміріңізді алып кететін, денсаулығыңызды алатын, сізге ешқандай қажеттілік жоқ болатын болса, онда стоп деп үйреніңіз. Стоп. Тоқтатыңыз. Болды. Әрі қарай сіз любой жаңа ойды салу мүмкіндігіне иесіз. Мына ойдың иесі сізсіз, ой сіздің иеңіз емес. Енді либо тағы бір жолы бар. Мысалға сіз, например, бір жамандық ойлап отырсаңыз, сразу жақсы нәрсені, келесі оған қарама қарсы жақсы нәрсені ойлай бастаңыз. Мысалға сіз ақша болмай қалады, енді не істеймін деген ойлап отырсаңыз, менің ақшам көбейгенін ойлап үйретіңіздер. Осылай сіз өзіңіздің кәдімгідей бетімен кеткен ойларыңызды кәдімгідей дрессировать етіп, дұрыс ойлауға өзіңізді үйрете бастайсыз. Эхарт Толле мысалға Кембриджде оқытқан, ұмытпасам, сол кезде 5 жылдан кейін өзінің достарымен кездескен кезде достар айта бастайды, мен анаған жеттім, мына успехқа жеттім деген кезде Толле айтады ғой, сен неге жеттің деген кезде, мен 5 жылдың ішінде өзімнің ойымды басқаруға жеттім деген кезде, ол айтады, мен өмірдегі ең главный дүниені алғанымды өзім білем дейді, что мен ойымды басқаруға. И мен де сіздерге айтылам, мен полностью өз ойларымды управляю. Олар менің қол астында. Мен ойлардың қол астында емеспін. Ойлар маған ойына келген істеп, қолымнан жетектеп алып кете алмайды. Ешқандай ойым мені бүйтіп, жаңағы күмәнім, күдігім алысқа қарай алып кете алмайды. На самом деле, біз көп ойларымыз, шын мәнінде, ар жақта шығып жатқан ойларымыздың көпшілігі почти 99% маңызсыз. Ешқандай маңызы жоқ. Яғни 1% бәлкім маңызды шығар, қалған 99,999 маңызсыз. Яғни ол маңызсыз дүниеге біз өзіміздің ғұмырымызды, уақытымызды, өмірімізді
басқа да энергиямызды, денсаулығымызды беріп отырамыз. Сондықтан адамның бірінші өзін зерттеуде, өзін тануда, өмірін дұрыстауда, дұрыстайтын дүниесі өзінің ойларын көре алу. Міне. Бұл оңай процесс емес, кәдімгідей. Бұл сіздің концентрацияңызды, табандылығыңызды талап етеді. Мен осы ойларымды дұрыстау үшін менде 6 жылдай уақытым кетті. Полностью өзімнің управлениеме алуыма. Бірақ сіздер кәдімгідей кішкене дұрыстай бастағанның өзінде нәтиже көре бастайсыздар. Бұл үздіксіз жұмыс кәдімгідей өзіңмен. Мені демімді, назарымды аудардым, деміме. Демім тыңдап отырмын. И в основном менің басымда тыныштық, в основном ой жоқ. И сіздерге қызық айтайын, қажет кезінде ойлантқызам өзімді, анализ жасайтын кезімде мен сіздерге қызық айтайын. Өзіңіздің ойыңызды көру үшін адам оңаша қалуға тура келеді. Егер сіз оңаша қалмасаңыз, адамдармен сөйлесіп отқанда, дәл қазір менің ойларым тыныштықта, өйткені мен в основном назарым сіздерге сабақ өткізуде тұр. Егер сіз оңаша қалсаңыз, или ұйықтардың алдында сіздің ойларыңыз жамырап жан-жақтан келе бастайды. И любой адамға, дамитын адамға міндетті түрде өмірде оңаша қалу керек деп есептеймін. Өйткені сіз оңаша қалған сайын өзіңіздің ішкі жауларыңызды, ойларыңызды көре бастайсыз. Өзіңізді олай ойлағаныңыз үшін кінәламаңыз. Өйткені мен не деген мәссаған, маған алғаш сабаққа қатысқан адамдар шығады да, менің ойым бәрі қоқыс екен ғой Мақпал Қаратай, менің ойым бәрі боқ екен ғой дейді да. Ол сіз уже үйреніп кеткенсіз. Ойлар да дағды, ойлар да привычкалық қасиетке ие. Яғни олар әбден осы нейрондар сіздің басыңызда әбден бір жолмен жүріп үйреніп қалған. Яғни сіз жаңа нейрондарды, жаңа сознанияға, чистый разумға өтуге тиістісіз да. Сондықтан әбден басыңызда осы ойлар мекендеп үйреніп қалған. Сіз мысалға тәніңіз дағдыланып қалған сияқты, ойдың да өзі дағдысы бар да. Әбден осы пластинка сіздің басыңызда ойнап үйренген. Сондықтан өзіңіздің ойларыңызды көруге тура келеді. Терең демаласыз да, мен не ойлап отырмын. И ол ой сізге қаншалықты пайдасы бар. Пайдасыз ба? Алып тастаңыз. Сізге ешқандай қажеттілік жоқ па? Ары қарай крутить етіп ойланбаңыз. Осознанность осы жерден басталады. Өзіңді тану осы тұстан басталады. Сондықтан күніне даже мысалға специально сабақтар бар. Будильник қойғызып қоятын адамдарға бастапқыда ояну үшін. Оянудың алғашқы сатысы осы болып табылады. Өзіңмен, ойыңмен, эмоцияңның, әрекетіңнің ортасында кеңістік пайда болған кезде ғана сен оны не істейсің? Басқара бастайсың. Кәдімгідей наблюдательге айналу, үнемі бақылап отыру. Бақылау деген контрольге айналу емес та, контролировать ету емес. Мысалға, бақылау деген просто қайтарып отыру. Мысалға, даже басыңа үздіксіз ой келген кезде, ол ойлармен ұрсып та қажет жоқ та. Мен неге ойланып отырмын? Просто қайтара сал. Вниманиеңді өзіңе қайтарды, деміңе назар аударды. Можно жаңа дүниені ойлауға, мен сіздерге келесі сабақта мүлдем ойланбай тыныштықта отыруды үйрететін болам. Просто қайтар. И маңызды емес. Қайда алып кетіп барды? Шын айтайын сіздерге, жандарым сол 99,9% не о чем ойлар. Мусор. Просто сіз мусорды өзіңіздің басыңызда крутите. Қайтарыңыз. В основном сізді құрдымға кетіретін, қорқытатын, уайымдататын ойлар. Қайтарыңыз. Қазіргі сәтке жан-жағыңызға, деміңізге назар аударыңыз да, міне, дыхание и жан-жағыңызға қараңыз. Сол кезде сіз өзіңіздің ойларыңызды өзіңіз басқара бастайсыз.